Бүгінгі видеода сіздерге Zara, Mango, H&M бренд тауарларын ресми сайтынан да арзан бағада Taobao сайтынан қалай алуға болатынын көрсетемін. Ең бірінші вариант ол бізде фото арқылы, екінші вариант сөзбен жазу, яғни сол брендтің атауын толық жазбаймыз, қысқартылған түрде жазамыз. Ең бірінші фотомен қарап көрейік. Ол үшін біз zara.com сайтына кіреміз. Ол кезде міне осындай куртканы көрдік. Сол куртканы өзімізге, яғни фотоны өзімізге сақтап аламыз телефонға. Сақтап алғаннан кейін қайтадан Taobao сайтына кіріп, үстіңгі жақта фотомен іздеуге кіріп басамыз. Одан кейін бізге тауарларымыз шығады. Бұл жерде сайт бағасымен шығып тұр. Екінші арзандауларын қарасақ, бізде Zara деген қысқартылып жазылып тұр, Zar деп толық атауы жазылмаған. Енді бұл жерде әр магазинге кіріп отзывтарын қараймыз, міндетті түрде сатып алу санын қараймыз, качестволары әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде отзывтарды қарап шығамыз. Енді басқа тауар қарайтын болсақ, zara.com-ға қайттан кіреміз. Міне осындай джинсовая куртка. Әр тауардың астында бағасы жазылған, өзімізге сақтап аламыз. Қайтадан Taobao сайтына кіреміз, фотомен іздейміз. Сол кезде міне тура сондай тауарлар шығып тұр, Мысалы, осы куртканың ішіне кіреміз, қанша сатылғаны, қанша отзывы барлығы толық жазылған, міндетті түрде ішін толық зерттеп қарап шығамыз. Осы магазиннің ішін қарап отырсаңыздар, Zara брендімен киімдері тұр, яғни бірақ оларда За деп жазылған, толық атауы жазылмаған брендтің ішін қарап көрсеңіздер болады кіріп. Келесі екінші вариант тауардың атауы бойынша, яғни жазу бойынша қалай істейтін боламыз. Zara дегенді толық жазбаймыз. Немесе Zar деп жазамыз. За деп жазғанда бізде басқа тауарлар шықты. Zar деп жазып көреміз. Сол кезде бізге джинсы, очки, сумка, кофта, куртка барлығы шығып тұр, Міндетті түрде тауардың ішіне кіріп отзыв оқимыз, сатылым санын көреміз, содан кейін ғана заказ беретін боламыз.